Сәлеметсіздер ме, құрметті комиссия мүшелері. Менің атым Серқазықызы Ұлпан. Мен Тамыз Education мектебінің 9-шы сынып оқушысымын. Менің ұсынып отырған жобамның тақырыбы дәнді дақыл ауыр металдар жағдайында өсу төзімділігін анықтау. Менің жұмысымның өзектілігі қоршаған ортаға түрлі өнеркәсіптен түсетін ауыр металдар атмосфера мен экожүйеде кең таралып, тірі организмдердің тіршілік етуіне теріс әсерін тигізуде. Соның ішінде ауыр металдардың әсерін атап өтуге болады. 1950 жылдардан бастап ауыр металдардың керіс әсері көп байқала басталды. Оның ішінде атап өтетін болсақ, кадмий, мыс, қорғасын сияқты ауыр металдармен ластану қоршаған ортаға өз залалын көп тигізді. Менің жұмысымның мақсаты ауыр металдарда күріш өсімдігінің өсу төзімділігін анықтау және зерттеу. Жұмысымның мақсатын жету үшін алға қойылған міндеттер: зертханалық жағдайда лидер, партнер, янтарь күріш сорттары биопараметрлік белгілер бойынша сипаттау, ауыр металдардың лидер, партнер, янтарь күріш сорттары бойынша дәннің өнгіштігінің әсерін зерттеу, ауыр металдардың тұзды қосылыстарының лидер, партнер, янтарь күріш сорттарының өсіп дамуының төзімділігін зерттеу. Күріштің өсу мен дамуының үш сатысы болады. Біріншісі өсу кезеңі. Өсу кезеңінің сорттарына байланысты 40-55 күнге дейін созылады. Тұқым себілгеннен кейін бір ай өткен соң қорегі мен жарығы жеткілікті болған жағдайда күріш түптей бастайды. Екіншісі қалыптасу кезеңі. Қалыптасу кезеңі бас шашақтары пайда болып гүлдеуге ұласады. Қалыптасу кезеңі 35 күнге созылады. Үшіншісі пісіп жетілу кезеңі болып табылады. Гүлдеу дәуірінен басталып, дәннің толық пісіп жетілуімен аяқталады. 30 күнге дейін созылады. Біз проектте көріп отқандай, бұл біздің алынған күріш сорттарының сипаттамалары. Бұл күріштің морфологиялық және экономикалық көрсеткіштерін көре аласыздар. Мен ең алғашында күріш сорттарын петри табақшаларына 10 мг литр, 20 мг литр, 30 мг литр етіп ерітінділерді және бақылау ретінде күріштің әрбір сорттары бойынша орналастырып қойдық. Зерттеу жұмысында купром SO4, кадмий хлориді және де қорғасын нитраты тұздар концентрациясы пайдаланылды. Күн сайын табақшадағы судың мөлшерін тексеріп отыруымыз қажет болды. Күріш дәні суға батырып, әлі жылы +25-+28 градус температурада қоямыз. Күріш ылғалды және күнді сүйетін дәнді дақыл болып табылады. Бұл нәтижесінде ауыр металдардың күріш дәнінің өнгіштігіне әсерін көре аламыз. Ауыр металдардың күріш дәндерінің өсіп дамуын улы әсерін бақылау. Көріп отырғанымыздай, бізде купром SO4 өте улы металл болып табылады. Бұл купром SO4 тұзды ерітіндісіндегі янтарь сортының дәнінің өнуі. Көріп отырғанымыздай, күріштің мүлдем өскіні жоқ. Солайша біз купром SO4-тің өте улы металл екенін біле аламыз. Кадмий хлориді тұзды ерітіндісінің лидер сортының дәнінің өнуі. Көріп отырғанымыздай, күрішіміздің тамырлары мүлдем өспеген, мүлдем шықпаған. Бұл бізге кадмий хлоридінің өте улы металл екенін білдіреді. Келесі бізде қорғасын нитраты тұзды ерітіндісінің лидер сортының дәнінің өнуі. Көріп отырғанымыздай, бізде күріштің кішкене болса да тамырлары 10 мг литр мен 20 мг литрде өсіп шыққан. Бұл қорғасын нитратының қатты улы емес екенін білдіреді. Бақылау вариантында өскен күріш сорттарының дәндері. Көргеніміздей, партнер, лидер, янтарь сорттары осылай өсіп шығып тұр. Бұл зерттеу жұмысын жүргізу сәті. Қорытындылай келетін болсақ, сонымен жоғары мәліметтерге қарай отырып, ауыр металдардың улы әсері өсімдіктердің дәнінің өнуі кезінен бастап кері әсер ететіндігін дәлелі болып табылады. Өсімдіктің өсіп дамуы дәнінің өнуіне басталатындығын ескерсек, ары қарай өсімдіктің өсіп қалыптасуы барысында ауыр металдардың улы әсері қаншалықты кері әсер беретінін зерттей түсуде қажет етеді. Алдымызға қойылған міндеттерге сәйкес келесідей қорытындылар жасалды.
Зертханалық жағдайда лидер, партнер, янтарь күріш сорттары морфологиялық белгілері бойынша сипатталып, оларда экономикалық және морфологиялық белгілері бойынша кесте құрастырылды. Өсімдіктің өсу кезеңі ауыр металдардың улы әсерінен керісінше әсерленді. Мысалы, дәннің өнуі улы әсер еткен қорғасынның керісінше өсімдіктің өсуіне улы әсерін төмен, ал керісінше мыс пен кадмийдің улы әсері жойылған. Өсімдіктің өсуі бойынша ауыр металдардың улы әсері келесідей: ең әлсіз әсер еткен қорғасын мыс, кадмий қатарында түседі. Үшіншісі, күріш дәнінің өнуіне ауыр металдар өте улы әсер ететіндігі анықталды. Дегенмен кадмий, мыс тұздарының әсері өте жоғары болса, қорғасынның 10 және 20 мг литр әсері төмен екендігі байқалды. Ал кадмийдің улы әсері бастапқы концентрацияда бірден көрініп, оның мөлшері жоғарылағанда улы әсері де арта беретіндігі белгілі болды. Ал қорғасынның 30 мг литрі өсімдіктің өсуін тежейтіндігін көрсетті. Назарларыңызға рахмет.